Ибн Маджада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен хадис бар. Аллах тағаланың елшісі айтады, Аллаху субханаху тағала, Аллах тағала айтқан құдси хадисте айтады да, я ибн Адам, ей адам баласы. Яғни біздің әрқайсымызға жеке айтып отыр Алла тағала, ей адам баласы. Қараңыздар. Иза сабарта уақта сәпті. Егерде сабыр етсең дейді, сосын сол сабырлықтың сауабын үміт етсең, сабыр етсең, айында содматил уля, шартын қараңыздар, әуелгі соққының кезінде дейді. Әуелгі соққының кезінде сабыр етсең, сауапты сол жерде тілеп алсаң, ләм ардалака сауабан дунал жанна, мен саған дейді, жәннаттан басқа сауап бермеймін дейді. Одан басқаны қаламайым да дейді саған. Қараңыздаршы. Шарты не екен? Әуелгі соққының кезінде. Соқтан пайғамбарымыз не деді осыдан кейін? Ас-собр ойында содматил уля. Сабыр деген әуелгі соққының кезінде болады дейді. Өйткені кейін бәріміз сабырлы боламыз. Біраздан кейін біреуге уағыз айтады, өзің немесе Құран оқисың, сабыр ету керек екен ғой дейміз өзін. Сабырлық дұрыс екен ғой. Ол жерде ол сауап болмай қалады. Түсіндіңіздер ме? Сабырлықтың сауабы қай жерде? Әуелгі бетте. Әуелгі бетте болады да ол. Өзіңіз жаңағыдай мысалы көлікпен кетіп баратсаңыз, оны сіз таңдай алмайсыз. Сынақтың жолын сіз таңдай алмайсыз. Сынақтың жолын Алла тағала таңдайды. Сіз көлікпен кетіп бара жатсыз мысалы, сөйтіп келеді де біреу артыңнан тарс еткізеді. Сол кезде Раббым түсіндім десеңіз, бұны әуелгі соққының кезіндегі сабыр деп атайды. Сөз бе? Сөйтіп ана жақты өзі шешесін Алла тағала. Ол кеп бірдеңе төлеймін десе де, мынандай төлейін, нетесеңіз кешіріп қойыңыз, бірдеңелер болып атады өзі. Бірақ сізге уайым емес, ең басты нәрсе сіз Алла тағаланың алдында өзіңіз дұрыс көрсетіп алдыңыз. Қазір сізге ештеңе керек жоқ. Осы ләззаттарды біз жаңағы Алла тағала нәсіп етсін де біздерге. Кез келген сондай жағдай. Көршіңіз келеді, мысалы есіңізді қағады да, ана балаларыңыз тыныш жүрмейді ғой, шулай береді деген кезде де, Раббым түсіндім деп мына жақта. Раббыңызбен реттеңіз мәселені. Әйтпесе адамды ғана көретін болсаңыз, проблема басталады ана жерде. Сенде бала жоқ па? Немене, өзің бала болмағансың ба? Сөйтіп сіз әрбір ситуацияны өзіңізге жәннатқа қарай ұтпасаңыз, босқа заяға кетіп жатқан энергия ананың бәрі. Заяға кетіп жатқан словарь. Өзің бала болмағансың ба? Сендер түсінбеймін мен. Осындай шыдау керек қой деген нәрселер. Ең басты нәрсесі түсініңіз. Көршіңіз арқылы сөйтіп сынай ма? Түсінсіз ба? Жаңағыдай телефонмен біреу звондап қарыз бер дей ма? Жаңағыдай көлікті біреу сызып кете ме тіпті? Жаңағыдай тарс еткізіп соғып қала ма біреу артында? Әртүрлі жағдайлар болады. Очередьте тұрған кезіңізде мысалы біреуге бұрысып жібере ма байқамай. Алла тағала таңдайды оны. Сөйтіп сынайды. Фажағална бағдакум ли бағдан фитна. Біз сендерді бір-бірлеріңе имтихан қылып қойдық дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баяндайды. Әл-муъмину хулиқа муфаттанан. Қараңыздар. Муъмин дейді, сынаққа үйір болып жаралған дейді өзі. Ва тауабан. Қандай? Және тәубашыл болып жаралған дейді. Осы екі нәрсенің қасиетті бойларын алып алыңдар деп жатыр ғой. Муъмин бұнсыз болуы мүмкін емес.